Осыдан 3 жыл бұрын Қосшы қаласының шет жағынан 20 сотық жер сатып алдым, 6 миллионға шықты. Мақсатымыз 2 қабатты үй тұрғызу, бала арманым. Өзімнің фундамент құяр кезінде көп ақылдастық, өйткені үйдің негізі, сондықтан да ол мықты болу керек. Сол үшін де 30 сантиметрге астына подушка құйдық, оны М300 маркалы бетонмен құйдық. Үстіңгі негізгі фундаментті М350 маркалы бетонмен құйдық. 95 сантиметр жер бетіне шығып тұрды. Дегенмен ол биік болғанмен де бір қарағанда әлі де биіктете түскіміз келді. Өйткені фундамент биік болса, үйде әдемі көрінеді. Сондықтан да құрылыс басшысымен ақылдаса келе, тағы да 50 сантиметр қызыл кірпішпен өріп шықтық. Бір жыл бұрын мына фундаменттің ішіне топырақ үй қойғанбыз. Енді әрі қарай нығыздай түсу үшін кеше трамбовка жасадық арнайы құрылғымен. Үйдің ішіне бетоннан салқын өтіп кетпеу үшін пеноплекс бүкілін айналдыра қаптап шықтық. Мынандай материал өте қымбатта емес, бірақ ол үйге кейін жылу беруге өз септігін тигізеді. Суын тарттық, септик қазылды. Мына жерден мінекей шығып тұр барлығы да. Одан мына жерден 8 метрден су шықты, тұщы су. Қазір мынаның астына топырақты үйдік, трамбовка жасадық. Енді мына салафан төседік. Бұл қазір черновой стяжканы құйған кезімізде астында қалу үшін, сөлі ағып кетпеу үшін керек. Мына бетонның үстіне мынандай сеткіні төсеп қойдық. Енді осының үстіне қазір бетон құямыз. Дәл қазір біз М250 маркалы бетонмен черновой стяжканы құйып жатырмыз. Текстиліміз, сөйлейміз, оның барлығы да бізде астында қалады. Ең бәрі осының үстіне чистовой құйылады. Кешегі жаңбырдан кейін жер батпақ болып жатыр. Манипуляторда экскаватормен сүйреп жатырмыз. Енді экскаваторда тоқ қалмайды деп үміттенемін. Бұл тұрмаса погрузчик шақыруға тура келеді. Үйді салмас бұрын көп ақылдастым. Өйткені өзім бұл жағынан хабарым жоқ. Енді көбісі мынандай газоблоктан салсаң болады деп. Бұл да мықты материал, қазір заманауи жетілдірілген барлығы да. Дегенмен де көп ағаларымыздың айтуымен, құрылысты білетін ағаларымыздың айтуымен мынандай қызыл кірпішке тоқталдым. РКЗ-нің кірпіші мына Қабанбайда құйылады. Енді бұйырса осы кірпіштермен үйді қалап шығамыз. Қалай болады деп көреміз. Былайынан кеше сапасын көріп жатырмыз, жаман емес сияқты. Келeceğin 7'den sanağında 24 riyadқа барғанда тоқтайды. Төрі мына жерде ас үй болады. Біздің сыртқа шығатын есігі бөлек. Одан кейін мына жерде үлкен ол жоғары жақтан кейін тағы да таныстырып жатармыз. Кіре беріс ана жерде шағын бір бөлме болады, құпия бөлме. Ол дейсің саң астымен кіріп кететін, сатының астымен кіретін жер болады. Кірпіштер бүгін 14 батон тағы да кеп қойдық. Үлгірмей жатыр, кірпіш деген көп кетіп жатыр. Бірінші қабатты аяқтауға сәл қалдық.
бір 2-3 күнде мынаның барлығын қалап бітіруіміз керек. Кеңестіріп, биіктігі міне көріп тұрсыздар. Енді оның үстіне сейсмопоезд қойылады. Одан кейін бетондар тастаймыз. Қыруар кірпішен мынаның барлығын қалау керек әлі. Бірінші қабатты болдық. Жоғарыдағы трубаларды көріп тұрсыздар ғой. Бұл үй демалып тұру үшін ауа өткізіп тұратын арнайы сорғылар қалдырып қойып жатырмыз. Осы арқылы үйге ауа кіріп тұрады. Екінші қабатты қалауды бастадық. Оның да біраз жеріне келіп қапты өлі. Қазір кірпіштер жоғары көтеріп алып жатырмыз. Сылақ қала езетін топырақ, ағаштар, цементтері барлығы осында. Қазір кранмен терезенің жақтауларын қойып жатыр. Армапоезд дейді, сейсмопоезд дейді. Арматурадан барлығын айналдырып қоямыз. М350 мантық деп шығамыз. Үйді газоблокпен салатын болсаңыз, қосымша шығынасы көп бола қоймайды, өйткені оны бір-біріне клей арқылы орнатылады. Ал қызыл кірпішпен салған жағдайда қосымша шығындар кішкене көбірек болады. Өйткені цементтің өзіне көп қаражат жұмсадық. 330 қап екі этажға 330 қап цемент кетіп отыр. Өте қымбат. Жайға мына құмның өзі КамАЗы мінекей бітті 120 мыңнан аласыздар. Сондықтан да құрылыс жасарда біраз есептеп және ойланып алу керек екен. Бүгін мінекей бірінші этаждың төбесін жаптық. Мына жерде сәл бітейміз әлі. Мына жерде жоғарыға шығатын сатып алған лестница өтеді. Оппа! Бүгін 4,5 сағат бойы кранмен мынаның бәрін плиталарды қойдық және мынаның бәрін шығардық жоғарыға. Мына стекловата. Қолға текпесе, денеге текпесе, кәдімгідей қыштат бір күн бойы. Оны біз қазір осылай кесіп аламыз да, орап-орап, плитаның ортасында дөңгелек тесіктері бар. Сол жерден жел үрлемеу үшін бітейміз. Мінекей осылай барлығын бітеп шықтық.
Демалысымның барлығы құрылыстың басында өтіп жатыр. Қазір екінші қабатты мінекей толықтай қалап болдық. Үстіңгі жақтарында мына қабырғаларында сәл ғана қалды. Енді бүгін кешке дейін оны бітіреміз. Ертең сейсмопояс құю керек болады. Үстінде. Одан кейін шатырға көшеміз. Накладноймен қабылдап алдық. Бетон келді. Құрылыстың миллионыншы күні өтіп жатыр. Атмосфера құюға суға қарма, сән жағынан дайындап жатырмыз. Қалай атылатынын білмей, әйтеуір атмосфера. Оның барлығына құямыз. Бүгін біз атмосфераға және сатыға суға төзімді, су деген сайын қатая беретін марка SS дейтін марканы беріп өтеміз. Өте осы жерге. Бүгін біраз бетон құямыз. Мына жерде асты қуыс, мына жерде бетонмен жабамыз. Бүгін мінекей шатырды жауып жатырмыз. Ағашпен өріп жатыр қазір. Негізгі конструкциясынан кейін ертең металлочерепицаға тапсырыс береміз. Бұл модульный размеры ширина 1,20 болады, длина 78 см болады. Нахлёст бұларда 2,5 см болады. Бұның құны? Квадрат метрі 2900 теңге, 0,45 марка. Бүгін металлочерепицаға тапсырыс бергенбіз ғой. Содан 1,100,000-ге шықты. Ойлап тұрмын ғой, қазір бір длина бермей, командтан алып шығады. 1,100,000-дік заты. Мынау 1,100,000 теңге. Қолымдан келгенше өзімді үлесімді қосып жатырмын. Сібір механизм өзімізде проживет.